Туған күннің мінезге ықпалы. Айдың бірінші жұлдызы күні туғандар билікке ұмтылғыш болып келеді. Оған күш қайраты да, ойы да жетеді. Мансапқа жету жолында өзгенің айтқан сақтығын да ескермейді. Шығармашылық ойлау қабілеті өте жоғары. Кез келген жағдайдан шығудың жолын табады. Барға мақтанбайды, жоққа мойымайды. Кейде бірінші болу үшін өзгені құрбандыққа шалып жібереді. Екінші жұлдызы күні туғандар. Мінезіндегі ерекшелік ынтымақтастық. Олар жақсы жар, сыйлас әріптес, сырлас дос болуға икемді. Екінші жақтың пікірмен есептесіп отырады. Бұл құлдық психология емес, бірақ кейде оны түсінбегендер оны өзіне тәуелді еткілері келеді. Өзгенің тапсырмасын өте ыждағатты орындайды. Осы мінезінің арқасында өзіне орынтақ жасайды. Үшінші жұлдызы күні туғандар. Достары көп, көңілділіктің биігінде көп тербеліп жүреді. Олар ортаның тұздығы. Олардың төңірегінде адамдар көп жүреді. Табиғатынан тартымды, сүйкімді. Өздері де осы жақсы қасиеттерінің арқасында жақсы көрінетіндіктерін біліп, сол арқылы көрінгілері келеді. Олар жан-жақты көп нәрсені істей алады, бірақ ең негізгісін таңдай алмайды. Төртінші жұлдызы күні туғандар. Еңбекқор, мықты адамдар. Қоғамдық қарым-қатынастардың барлығының негізін қалаушы. Мақсатқа жетудің қысқа жолын таңдамайды. Жаны тәртіптілікті қалайды. Кез келген мәселені соңына дейін шешуді жақсы көреді. Тәртіпсіздік пен бей-берекетсіздікке жаны қас. Іскер тапсырманы ақыл мен қисынға салып оңай орындайды. Сирек қателеседі. Өте адал, сенімді. Айналасындағылардан да соны талап етеді. Әділетсіздікке жаны төзбейді. Бесінші жұлдызы күні туғандар. Мінезіне өзгеріп тұру тән. Көп саяхаттағанды ұнатады. Қызығушылығын, өмірге көзқарасын жиі өзгертіп іздену үстінде болады. Тұрақсыздығы да бар. Өмірдің барлық қызығын көріп қалғысы келеді. Қаруы сөз. Сөзге қатысы бар барлық салада өзін сынап көреді. Ойы жүйрік, әзілге шебер. Бірақ кейде осы қабілетін өзгелерді тұқырту үшін пайдаланады. Жұмыс орнында да көп отырмайды. Алтыншы жұлдызы күні туғандар. Білімді, адамгершілігі мол, үйге сыйымды жан. Қайда жүрсе де тыныштық пен үйлесімділікті сақтап отырады. Оны өмір сүрудің өлшемі деп ұғады. Махаббатқа ерекше құрметпен қарайды. Өз отбасына қарым-қатынасын осы негізде құрады. Жақындарының өмірін де жайлы етуге тырысады. Оның көп жауапкершілігін өз мойнына алады. Жетінші жұлдызы күні туғандар. Ойлауға бейімді, кез келген нәрсені ұсақ-түйегіне дейін ой елегінен өткізеді. Сондықтан ол сырт адамға сылбыр, түсініксіз көрінеді. Өз сезімін сыртқа шығармайды. Өнер тілін жақсы түсінеді. Адам қабілеті жетпейтін нәрселердің жауабын жиі іздейді. Философиямен айналысады. Сегізінші жұлдызы күні туғандар. Ақшаға байланысты істері өркендейді. Даңқ пен байлыққа жақын жүреді. Материалдық жағдайы үстем болады. Адамдардың жан дүниесін түсінеді. Оларға қиналған күндері қол ұшын беруге даяр тұрады. Тоғызыншы жұлдызы күні туғандар. 9 метафизика мен философияның саны. Сананың жоғарғы деңгейіндегі адам, кемеңгер, саяхаттағанды ұнатады. Мінезін өзгерістер қалыптастырады. Барлық ұлт пен ұлыстардың әдет-ғұрпын білуге құлшынады. Ел билеушіге тән табандылық пен төзімділікті игерген. 10-шы жұлдызы күні туғандар. Күш-қуаттың қоймасы іспеттес, ақылды, күшті, шығармашылық қабілеті жоғары. Жолындағы кедергілерді оңай жеңеді. Жеңілістің өзін жеңіске айналдырады. Оны іскерлік қабілеті мен басшылық пайымы үшін ұнатады. Билігін білек күшімен шешуге тырысатын кездері де аз емес. Оны сырт көзден жасыруға тырысқанымен байқалып тұрады. 11-ші жұлдызы күні туғандар. Идеалист, өте сезімтал, тез жараланғыш жан. Өзі құрметтемейтін адамдардың өзін түсінбеуін күйзеліспен қабылдайды. 11 магистрлік сан. Адамдарды өзіне тартып тұрады.
11 жұлдызда туғандардың жауы болмайды, себебі ол өзгелерге тек достық көзқараспен ғана қарайды. Қиын мәселенің шешімін тез табады. Ойы ұшқыр, шығармашылық қабілеті жоғары. Өзгені қорғап, өзгені асыруда алдына жан салмайды. 12 жұлдызы күні туғандар. Көпшіл, көп адам оған еліктейді, бірақ ол бұған бола өзгелерге мұрнын шүйіріп кетпейді. Әр жақсы көрген сайын бар пейілін ниетімен ұнатады да, бірақ махаббат толқынына мүлде батып кетпейді. 12 жұлдызында туғандар салмақты, дегенмен Құдай берген талантын шаша бермей, жинақтап бір мақсатқа жұмсағаны жөн. 13 жұлдызы күні туғандар. Нағыз жұмыскерлер өз жұмысын беріліп істейді. Тіпті оның айналасындағылардың өзі бұл қабілетіне өте таңданып қарайды. Олар кәсіби сәулетшілер іспеттес. Жұмыста болсын, адамдармен қарым-қатынаста болсын, қате жібермеуге тырысады. Қай істің болсын, негізін дұрыс қалайды. Жоспар бойынша жұмыс істеп, оның игілігін көреді. Көп еңбек етіп, аз демалады. Осы жерде үйлесімділік бұзылады. Сондықтан демалуға, сезімге берілуге уақыт бөліңіз. 14 жұлдызы күні туғандар. Ерекше сөйлеу қабілеті мен шығармашылық талантқа бай, сезімтал, жауапкершілік қасиеті мол, өз көзқарасын өзгеге дәйектеп дәлелдей алады. Ісі нәтижелі болады. Ол әңгіме айтқанда оның шынайылығына ешкім шек келтіре алмайды. Тосын оқиғалардан, тосын құбылыстардан қорықпайды. 15 жұлдызы күні туғандар. Мейірімді, өзгеге жаны ашығыш, өзгеге жаны ашып жүріп, өзі де көп қиыншылықтарға тап болады. Өмірдің ауыртпалығын көтеріп жүргенімен ешкімге шағымданбайды. Үйін, отбасын ойлайды. Оның барлық әрекет ісіне махаббат басшылық жасайды. Білім алуға, оқуға ұмтылысы мол. Ол көпшіліктің мейіріміне бөленеді. Балалармен бірге ойнағанды, бірге жүргенді жанындай жақсы көреді. 16 жұлдызы күні туғандар. Жақындарынан бөлінгісі келмейді. Тіпті етене таныс емес адамдар да оны төңіректеп жүреді. Өзі өте қарапайым, ұлы адамдарға тән ақыл-ойға ие, жалпыға бірдей ұғымды нәрсе ол үшін қызықсыз, мәнсіз. Ол үшін ең маңызды нәрсе білім, өзін-өзі сынауға, талдауға бейім, өзінің тоқырауына жол бермейді. 17 жұлдызы күні туғандар. Оның өнертапқыштығы өмірдегі қажетін табуына көп көмектеседі. Ойының жүзеге асуына көп күш салады. Оның мүмкіндігі шексіз, қызығушылығы мол, еті тірі. Мұның бәрі оның танымал болуына негіз қалайды. Алға жүруіне ықпал етеді. Өзімен өзі болғанды қалайды. Ондайда өз ісіне өзі риза болып, тіпті мақтанатындығын да жасыра алмайды. Өзіне өзі сенімді. 18 жұлдызы күні туғандар. Кез келген адамды қай ісінен болсын екі орап кететін жандар. Жан-жақты, ерекше қабілетті. Кез келген ойын жүзеге асыра алады. Оның ой-өрісі бәрін түсінуге мүмкіндік береді. Өз талантын табысты жұмыстарға жұмсайды. Қолға алған ісін өзі өте жеңіл орындайтындықтан өзгелердің былжырап жүргендігіне жыны келеді. Соңынан адамдарды ерте алады. 19 жұлдызы күні туғандар. Ойламаған жерден отырған орындарынан тұрып кететін адамдар. Олар өзгенің ойын жүзеге асыруда алдарына жан салмайды. Өз жұмысын бүге-шігесіне дейін біледі. Кез келген істі жалғастырып кете алады. Үйде жұбайының жоқтығын білдірмейді. Нақты ойлауға дағдыланған. Әр мәселені терең түсінуге тырысады да, оған баға бергенде көп қиналмайды. Біреуді жақсы көрсе, жан тәнімен ұнатып, жек көрсе, адам алғысыз етіп тастайды. 20 жұлдызы күні туғандар. Өзгелер үшін үнемі өзін құрбандыққа шалатындар. Өзін осылай шаршата берсе, түптің түбінде күш қайратынан айырылады. Өзгені түсіне алатындығы үшін оған сырт адамдар өз мәселелерін айтады. Дегенмен ақкөңілділіктің де шегі болады. Осыны естен шығармағаны жөн. Мінезі жұмсақ, нәзік, түсінігі мол, кең пейілді. Бұл оған Тәңірдің берген сыйы. 21 жұлдызы күні туғандар. Ақсүйектік, өмірге бейім.
тілі шешен, өткір, өзгелермен оңай тіл табысады. Қай ортада болсын, басты назарда болғанды қалайды. Терең пікір таласуға барудан қашқақтайды, бірақ мәселенің мәнін тез аңғарып, өз пайдасына қарай шеше қоятыны мінезі бар. Өмірді сөзбен өрнектейтін жан. 22 жұлдызы күні туғандар. Ол өмір сәулетшісі, бей-берекеттік, жоспарсыздық жанын жаралайды. Іске асыратын жұмысының ұсақ-түйегіне дейін ойластырып барып жүзеге асырады. Өзіне сондай сенімді, ешкім оны өз ойынан қайтара алмайды. Материалдық жағынан сәл қиындықтар көргенімен ол оған мән бермейді. Себебі оның білімі мен тәжірибесі түптің түбінде оны бүкіл тығырықтан алып шығады. 23 жұлдызы күні туғандар. Өзгерістер мен сөз өмірінің басты қағидасы. Ол сөз қадірін терең түсінетін жан. Актер, әдебиетші, радиожурналист, сауда және педагогикалық істерде бағы жанады. Адамдарды өзіне жылдам еліктіре алады. Оны көп адам сыйлайды, құрметтейді. Дегенмен ол көңіл-күй арнасына жылдам беріледі. Оның намысына тисеңіз көтеріліп кетеді. Мінезі жылдам. 24 жұлдызы күні туғандар. Жеке адамның өсуі үшін қажетті мінездердің бәрі бойында бар. Жақсы көрген ісіне бар жан-тәнімен беріліп, жұмысын табысты аяқтайды. Тіпті демеу дегенді ұмытып кетеді. Анда-санда көңіл көтергеннің зияны жоқ. Үйі мен отбасынан өзге жақыны жоқ. Жақындары үшін қолынан келгенін бәрін істейді. Өзгенің оған қол сұғуына жол бермейді. Айналасын әдемілікке бөлеп, өзі соның қызуына жылынып отырғысы келеді. 25 жұлдызы күні туғандар. Өмірдегі басты қағидасы шыдамдылық пен тәртіптілік. Сырттағы жұрт үшін ол тасбақа секілді тым сылбыр көрінгенімен, ол бәрін ойымен екшеп отырады. Белгілі бір ойға берілген кезде өзге дүниені ұмытып кетеді. Құпия ілімдерге құмары ерекше. Адамдармен қарым-қатынаста адалдық, сенім, тазалық иек артады. Өзгелер оны көп түсінбеуі де мүмкін, бірақ ол өзінің кім екенін анық біледі. Еш уақытта шыдамын тауыспайды, мінезі қалыпты. 26 жұлдызы күні туғандар. Ол мықты, ақылды, ірі бизнеске жетекші бола алады. Қайырымдылық қорын құруы мүмкін. Өзгелерге ақыл үйретуге де шебер. Үйі мен отбасына сүйіспеншілігі мол. Қандай жұмысты да кең ауқымда жүргізеді. Даңқ пен байлыққа ұмтылғыш. Оны үйлесімді жүргізе алады. 27 жұлдызы күні туғандар. Оның мүмкіндігінде шек жоқ. Өне бойы тосын нәрселер іздеумен болады. Өмірдің бір кезеңінде ол мистикамен айналысады. Құпия өмірдің жұмбағын шешуге күш салады. Жүзеге аспайды-ау деген бұлдыр жоспардың етегінен ұстап жүреді. Оның іскерлігі сондай, қиялдың өзін нақты өмірге айналдырып жібереді. Ойға берілуді жақсы демалыс деп ойлайды. 28 жұлдызы күні туғандар. Ол қандай ортада болсын, тізгінді өзгеге бермейді. Шатқаяқтап тұрған істі түзетіп жібереді. Ойлау жүйесі өзгеше, ұйымдастырушылық қабілеті ерекше. Жаңа ойларын өзге арқылы жүзеге асырғысы келіп тұрады. Адамдар арасындағы қарым-қатынаста жылылық қалыптастырады. 29 жұлдызы күні туғандар. Адамы көп ортаны іздеп тұрады. Біреуге жаны ашып көмектеспейді, өзіне пайдалы жағын ойлап көмектеседі. Екінші біреуге қажеттілікті дәл ұға біледі. Оның ойынан артылатын еш нәрсе жоқ. Өзіне керекті нәрсені бүге-шігесіне дейін біліп ала қояды. Достары көп, қызығушылығының аясы кең. Көптің көзіне түсіп жүруді қалайды. 29 санның жағымсыз бір тұсы эгоистік. 30 жұлдызы күні туғандар. Ойы мен сезімін әрқашан ашық айтып отырады. Оған махаббат билік жүргізеді. Көпшіл. Адамдарды өзіне тартып тұратын қасиеті бар. Әділдігі мен сөзге шеберлігінің арқасында біраз жетістіктерге қол жеткізеді. Ірі істерді басқарып алға қойған мақсатына қол жеткізеді. Олар талантты болып келеді. 31 жұлдызы күні туғандар. Көп нәрсені көңіл көзімен көретін туа біткен қабілеті бар.
өзі де сонысына орай таза, сенімді. Әріптесі, жолдасы, отбасы үшін адамгершіліктің қазынасы іспеттес. Шығармашылық ойды жүзеге асырарда оны әбден кесіп-пішіп алады. Ұсақ-түйекке назар аудармайды. Қабілеті оны биікке шығарады. Өзінікінен бұрын өзгенің мәселесін шешуді ұнатады. Өзін ұмытпағаны жөн.